Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздерге өте дәмді әрі жұмсақ бар болғаны 15 минутта дайын болатын, ашытқысыз тек қана суда қосылып жасалатын шелпектің рецебімен бөлісемін. Жалпы менің каналымда шелпектің әртүрлі рецептері бар. Осы жолы ас содасын қосу арқылы жасадым. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шықты. Жұма күні осы шелпекті жасап көріңіз. Ең алдымен терең ыдысқа 200 грамм сүт және 200 грамм суды қосып, оның үстіне жарты шай қасық тұз салып, тұз ерігенше араластырамыз. Шай қасықтың 1/3 бөлігіне ас содасын қосып, оны да ерігенше араластырамыз. Қажетті ұнды алдын ала елеуіштен өткізіп, шет-шетінен аз-аздан сала отырып, лопаткамен араластырамыз. Ұнды бірден көбірек салмай, шет-шетінен аз-аздап саламыз. Масса қоюлана бастаған кезде қолымызбен жұп-жұмсақ етіп қамыр елейміз. Қамыр қолға жабысатын болғандықтан, оның үстіне бір ас қасықтай сұйық май қосып, оны ары қарай илейміз. Дайын болған қамырды 7-8 минутқа тындыруға бетін жауып қоямыз. Тынып дайын болған кезде, оны бірнеше бөлікке пышақпен бөліп, дайындап аламыз. Қолымызбен барлығын дөңгелектеп, шелпектің формасына келтіріп, кеуіп кетпес үшін бетін жауып қоямыз. Дайындап алған шелпектерді оқтаумен дәл осылай етіп, жіңішке етіп жайып аламыз. Дөңгелектеп жайылған шелпектерді асты жабысып қалмас үшін орамалдың үстіне тізіп шығамыз. Алдын ала қызып тұрған майда 2 беті қызарғанша пісіріп аламыз. Пештің қызулығына қарай орташа отта барлық шелпектерді 2 беті қызарғанша қуырып аламыз. Жұма күні міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіз. Өте дәмді болып шығады. Достар, менің каналымда көптеген жеңіл рецепттер бар. Алдағы уақытта шығатын рецептерді өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз.